Жаңаөзен қаласына ресейлік Татнефть компаниясының өкілдері келді. Ресей Федерациясына қарасты Татарстан Республикасында орналасқан Татнефть компаниясы қаламыздағы жұмыссыз жүрген азаматтардың ішінен өздеріне қажетті мамандарды іріктеп алуда. Ол үшін 140-тан астам адам сұхбаттасуға келіп, құжаттарын көрсетті. Жұмыссыздар санын азайту мақсатындағы шаралар облыстық және қалалық жұмыспен қамту бөлімдерінің ұйымдастыруымен жүзеге асып отыр. Бұл жердегі мақсат жалпы Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласының жұмыссыз азаматтарын жұмысқа алу. Бүгін міне өкілдері келіп сұхбаттасуды жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда міне Жаңаөзен қаласының жұмысқа орналасуға ниет білдірген 140-тай азаматы қазір кезекпен сұхбаттасудан өтіп жатыр. Компания өкілдері азаматтармен сұхбаттасып өндірісте жұмыс жасауға білімі жететіндерін таңдап алуда. Яғни мамандығы өндіріс саласына қатысты және осы уақытта тәжірибесі барлардың мүмкіндігі көп. Сонымен қатар кәсіби шеберлігін арттыру бойынша курстан өтуге жіберіледі. Қазір Маңғыстау облысы бойынша 6 адам жұмысқа орналасып, 22 адам оқуға кеткен. Оқыту Ресейде жүзеге асырылады. Ал Жаңаөзеннен 5 адам жолдама алған, соның бірі Құдайберген Қожағалиев. Татнефтьге Татарстан Республикасына жұмыс бабымен бұрғышы болып бара жатырмын. Бәрін несі тапсырылып өтті, бәрін нормально. Сол бұйырса билет ал дейді, қашан соған кетеміз. Бәріне сәттілік дейміз, кететіндер. Өндіріске бұрғышы, машинист, дәнекерлеуші, арнайы техника жүргізушілері секілді мамандар қажет. Қызметкерлердің жалақысы 80 мен 180 рубль аралығында болады дейді мамандар. Ал жұмыс вахталық әдіс бойынша 28 күн жұмыс, 28 күн демалыс кестесімен жүргізіледі. Еркін Қарасайұлы, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.